Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Сіздер жаппай ашық онлайн курсына қош келдіңіздер. Бүгін осы курстан сіздерге ұсынылып отқан пәніміз психология пәні. Психология ғылым ретінде, пән ретінде қоғамдық ғылымдар ішінде алатын орны зор. Себебі психология адамның барлық психикалық даму заңдылықтарын, өсіп жетілуін, барлық интеллектуалды ерекшеліктерін зерттейтін ғылым. Адамның бойындағы таным процестерін зерттейтін ғылым болғандықтан, психология адамның психикалық әрекеттерінің өсіп даму заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Психология, психика деген түсініктер гректің психе жан, логос ілім деген екі сөзінен құралады. Қазақша мағынасы жан туралы ілім болып табылады. Бірақ, құрметті студенттер, психологияны жан туралы ілім демей, психика туралы ғылым деп түсінген дұрыс. Психика айрықша ұйымдастырылған материяның ең жоғарғы қасиеті. Айрықша ұйымдастырылған материя дегеніміз жеке ми, жеке сана. Психика мидың қасиетті функциясы. Психика материясыз болмайды. Материя психиканың негізі болып табылады. Психика мен материяның, сана мен болмыстың бір-біріне қатынасу туралы материалистік түсінік қалыптасты. Бұл бағыттың өкілдері материя алғашқы, ал сана соңғы. Ол материядан пайда болады деп түсіндіреді. Орта ғасырларда шығыстың ұлы ойшылы Әл-Фараби психология ғылымы туралы айтқан бір пікірінде, дүние материядан тұрады, ол жойылмайды, бір түрден екінші түрге көшіп өзгереді дейді. Ал жан тәннен бұрын өмір сүрмейді, бір денеден екінші денеге орналаса да алмайды деп ғылыми материалистік пайымдау жасады. Сөйтіп, психология адамды өз басын меңгеру мен бойындағы қасиеттерін дұрыс бағалап, оларды дамытып отыруға баулитын үлкен ғылымның саласы. Ерекше пән, орын алатын ерекше пән болып табылады екен. Психология ғылымның объектісі болып, әлемнің субъективті құбылысындағы процестерді адамның тану жағдайы. Психология ғылымындағы ерекше орын алатын ол ғылымның мақсаты. Психология адам жан дүниесінің әр қандай қыры мен сырын зерттейтін пән болғандықтан, ол жан құбылыстарын ғылыми тұрғыдан жете түсінуге мүмкіндік береді. Психология ғылымының міндеттері болып, әлеуметтік ортада азаматтың адамгершілік қасиеттері мен жеке басының қажеттері болып табылатын дүние танымдық көзқарасын, мінез құлқын, қабілетін, темперамент ерекшеліктерін жетілдіру психология ғылымының басты міндеті болып табылады. Психология ғылымы өзінің ғылым ретіндегі негізгі даму кезеңдері 5 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңі біздің заманымызға дейінгі 6-12 ғасыр жан туралы ілімнің пайда болуы. Аристотель есімімен байланысты бұл кезеңі. Екінші кезеңі 17 ғасыр мен 19 ғасырдың ортасына дейін психологияның сана туралы ілім ретінде аренаға шығуы. Үшінші кезеңі 19 ғасырдың 60 жылдарынан 20 ғасырдың алғашқы ширегінде психологияның дербес
эксперименттік тәжірибе ғылым ретінде отау тігуі. Осы жерде айта кетуге болады, психология ғылымының негізгі осы жердегі зерттеу объектісі болып табылған 1879 жылы неміс психологы Вильгельм Вундтың Германияның Лейпциг қаласында алғашқы тұңғыш лабораторияны ашуымен байланысты. Және осы жерде психофизикалық түйсіну мен қабылдау ерекшеліктеріндегі психофизикалық заңдылықтың ашылуы. Неміс ғалымдары физик және физиолог, физик Фехнер мен физиолог Вебер мен Фехнердің психофизикалық заңдылығының ашылуы болып табылады. 20 ғасырдың 20-30 жылдарында психология дағдарысы, психологиядағы ағымдық мектептердің пайда болуы. Бұл жерде ақш-та 20 ғасырдың 20-30 жылдары ақш-та бихевиоризм мектебінің пайда болуы. Бихевиоризм ағылшын сөзі әрекет, қылық дегенді білдіреді. Бихевиоризм мектебінің негізін қалағандар Эдвард Торндайк пен Джон Уатсон. Келесі ағым жерде немістер мектебінің ағымы гештальт психологиясы. Гештальт психологиясы біртұтас форма, пішін, біртұтас құрылым деген ұғымды береді. Бұның өкілі болып табылатын Макс Вертхаймер мен Курт Левин, Норман және тағы басқалары бар. Келесі 5-ші 20 ғасырдың 40-60 жылдарындағы психологияның адамдардың жан дүниесін қалыптасуы мен даму заңдылықтарын зерттейтін ғылымға айналуы. Яғни осы жерде айта кету керек, психология ғылымының көптеген салаларының ашылуы. Психология ғылымының қазір 40-тан да астам саласы бар. Әр саланың өзі жеке-жеке, яғни ғылым болып, оның зерттелу пәні мен зерттелу объектісі, оның үлкен проблемасы бар сала болып табылады. Қалыптасу кезеңінде 3 кезеңнен тұрады. Ежелгі дүние, яғни жеке тұлға адамның үйлесімді дамуы. Орта ғасыр, тұлғаның әлеуметтік бейімделуі, танымдық процестерді зерттеу, олардың психикаға әсері қарастырылады. Қайта өрлеу, тұқым қуалаушылық пен ортаның әсері қарастырылады. Психология ғылымының өзіндік ерекшеліктеріне байланысты оның зерттеу әдістері де бар. Психология ғылымындағы негізгі зерттеу әдісі ол эксперимент әдісі болып табылады. Эксперименттің 2 түрі бар. Біреуі табиғи эксперимент, екіншісі лабораториялық эксперимент. Табиғи эксперимент психология ғылымына 1910 жылы орыс ғалымы Александр Федорович Лазурский енгізді. Табиғи эксперимент бойынша психологиялық зерттеулер адамның өмір тіршілігіндегі үйреншікті жағдайына сәйкес келеді. Яғни бұл жерде бала болсын, студент болсын, жалпы адамдар тобы болсын, қандай іс-әрекеттің үстінде отыр, ойын, оқу және тағы басқа іс-әрекеттердің үстінде отырған іс-әрекетінде табиғи тұрғыда зерттеледі. Келесі лабораториялық эксперимент өзі аты айтып тұрғандай, яғни жабдықталған лабораторияда жүргізіледі. Бұл адамның мамандыққа икемділігін анықтау үшін, ойының, ақыл-ой деңгейінің, яғни даму деңгейін анықтау үшін, адамдағы сезгіштік қасиеттерді анықтау үшін арнайы құрал жабдықтармен жабдықталған, белгілі орында арнайы жабдықталып жасалған лабораторияда жүргізіледі. Алғашқы лабораторияны 1879 жылы Германияның Лейпциг қаласында неміс ғалымы Вильгельм Вундт ашты. Содан бері осы лабораториялық зерттеудің үлкен маңызы мен орны әлде қазіргі таңда да жүзеге асып жатыр.
Сонымен қатар психология ғылымында басқа да қосалқы әдістер бар, психодиагностикалық қосалқы әдістеріміз де бар. Ол әдістер бақылау, әңгіме, сұхбаттасу, сұрақ жауап, анкеталау, тестлеу, тестпенен жұмыс істеу, және социометрия әдісі. Социометрия әдісін осы топ ішіндегі лидерлерді, топта қарым-қатынасты зерттеу үшін қолданады екен. Социометрия әдісін психология ғылымына Морено енгізген. Келесі, психология ғылымының өзіндік салалары. Әрине, жаңа айттым, психология ғылымында 40-тан астам сала бар. Әр саланың өзінің алатын айрықша орны бар. Соның ішінде педагогикалық психология бұл оқыту мен тәрбиелеу теориясының психологиялық аспектілерін зерттейтін сала. Сонымен бірге ұстаз психологиясын зерттейді. Келесі, жас ерекшеліктер психологиясында адамның дүниеге келгеннен дүниеден озғанға дейінгі кезеңінің барлық кезеңіндегі психикалық даму динамикасын зерттейтін ғылымның бір түрі. Келесі, арнаулы психология. Бұл өздігінен бөлінеді. Бірінші, ақыл-ой әрекетінің кемістіктері бар бөлімді олигофрена психология. Көзі көрмейтін балалармен қызмет жасайтын психологияның саласын тифлопсихология. Құлағы естімейтін керең балалармен жұмыс жасайтын психология бөлімін сурдопсихология. Тіл мүкістігі бар балалармен жұмыс жасайтын логопедия деп бөлінеді. Келесі, еңбек психологиясы. Еңбек психологиясы бұл өзара 3 топқа бөлінеді. Инженерлік, авиациялық, конструкторлық психология болып бөлінеді. Бұл жерде инженер мамандарға психологиялық білім беру үшін үлкен, яғни ықпал ететін психологияның бірі еңбек психологиясы. Медициналық психология бұл да өз ара бөлінеді. Клиникалық психология, фармакологиялық психология болып. Бұл аурулар мен науқастардың психологиялық қызмет көрсету үшін, көмек көрсету үшін жүргізілетін психология саласының бір түрі. Келесі, әлеуметтік психология. Әлеуметтік психология сізбенен біздің қоғамда алатын орнымыздың, қоғамдағы болып жатқан жағдайларға біздің қарым-қатынасымыздың, жалпы қарым-қатынасымыздың ерекшеліктерін зерттейтін психологияның саласын әлеуметтік психология деп атаймыз. Бүгінгі дәріске қатысып, көңіл бөліп, дәрісті жер салып, жиын салып тыңдағандарың үшін рахмет. Дәріс аяқталды. Сау болыңыздар.